Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ерекше, дәмді, аузыңызда еритін тағам дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Бізге керекті етімізді 4 бөлікке бөліп турап алатын боламыз. Менде жас мал еті болғандықтан тез піседі. Сіздер қой етін, жылқы етін қалауыңызша пайдалансаңыздар болады. Менің каналым өте пайдалы, түрлі рецепттер бар, құрамдары қол жетімді. Менің каналдарым кімдерге арналған? Асхананы сүйетін қыз-келіншектерге түрлі рецепттер іздеп жүрген болсаңыз, ерекше дәмді тағамдар іздеп жүрген болсаңыз, міндетті түрде менің каналымнан табасыз. Жаңа түскен келіндерге өте оңай, жасалу жолы, құрамы қол жетімді видеолар өте көп, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, қолдауларыңызды білдіріп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне осындай етіміздегі майды бөлек алып алатын боламыз. Қазір бірінші болып қуыратын боламыз. Қалған етімізді 4 бөлікке бөліп турап аламыз. Міне етіміз дайын болды. Енді осындай етіміздегі майын кішірек бөлікке бөліп турап алатын боламыз. Тамағымызға ерекше дәм береді. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, мені бақылап жүріңіздер. Менде күнде жаңа рецепттер саламын. Ерекше рецепттер болады. Осындай картошкамызды қабығынан аршып, арнайы осындай пышақпен бөліп алатын боламыз. Сопақша бөліктерге бөліп. Егер сізде осындай пышақ болмаса, үйдің қолданып жүрген пышақпен бөлсеңіздер болады. Ол осындай пышақпен бөлу шарт емес. Осы тағамымыздың ерекшелігі осы картошкасында болып тұр. Видеомды соңына дейін көрсеңіздер, міндетті түрде құпиялығымен бөлісетін боламын. Отбасыңыздың көлеміне қарай картошканы пайдаланасыздар. Менде 4-5 адам болғандықтан 6-7 картоп жетеді. Әйел адам болғандықтан тамақтың түріне, жасалу жолына, түсіне, әртүрлі цветтерді, тәтті бұрыштарды әртүрлі түстеріне қолданып жасаймыз. Ерекше болғанды жақсы көреміз. Сондықтан осындай арнайы пышақпен бөліп жасасаңыздар, тамағыңыз ерекше көрінеді. Сырт көзге әдемі көрінеді. Сіздер де менің рецептіме жасаңыздар. Осындай бөліп турап алған картошкамызды осындай салфеткамен сүртіп аламыз. Өйткені сулы болып тұрғандықтан қазір майға қуыратын боламыз. Онда суы бөлініп, картошкамызды табамызға жабысып қалады. Сондықтан осындай салфеткамен сүртіп алыңыздар. Одан кейін биязымызды турайтын боламыз. Көкөністеріміздің барлығын дайындап аламыз бірінші. Одан кейін тамағымызды пісіруге кірісетін боламыз. Міне қазанымызды ішіне майымызды құйып, ысытып, міндетті түрде қатты отқа қоясыздар. Газдың ең үлкен көзіне қатты ысығанын күтіп, одан кейін салфеткамызбен сүртіп алған картошкаларымызды азғанадан сала отырып, осындай қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Картошкамыздың бәрін турап алдық, майымызды азайтамыз да, жаңағы етіміздегі майды турап алған, соны салып, қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аламыз. Ерекше, дәмді, өзгеше тағам болып шығады. Одан кейін үстіне етін салып, суы шыққанша, суы азайғанша қуыратын боламыз, қызартып тұрып. Ерекше, дәмді, аузыңыздан кетпейтін тағам болып шығады. Үстіне мен бір дана биязымды салып, жақсылап тұрып қуырамын.
Міне жақсы болып қуырылды. Енді үстіне картопымызды саламыз. Алдын ала қуырып алдық. Қуырған кезде міндетті түрде оның әбден іші пісуі міндетті емес. Тек түсі осындай әдемі қызғылт болғаны дұрыс. Үстіне аз ғана тек 100 граммдай суымызды құйып, бетін жауып 15-20 минутқа қойса, әдемі болып піседі. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Енді тәлігімізге салып, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Дәмін енді айта алмаймын. Сіздер менің рецептіме міндетті түрде жасаңыздар. Өз пікірлеріңізді қалдырып, қолдап кетіңіздер. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Осындай өзіңізге ұнайтын аскөк, укроп, пияз салсаңыздар болады. Өз қалауларыңызға байланысты. Ас болсын.